Саламатсыздар жігіттер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Marina Health компаниясының хлорелла өнімі жайлы болады. Оның құрамын айтамыз, қай кезде қалай қолданамыз және оған қандай қарсы көрсеткіштер бар. Бүгінгі біздің тақырып осы. Хлорелла бұл Marina Health компаниясының өндірушілерінің айтуы бойынша бұл суперфуд болып табылады, организмді тазалауға және организмге қажетті минерал заттардың, амин қышқылдарының және витаминдердің көзі болып табылады. Сонымен жалпы хлорелла қай кезде қолданады? Хлорелла дегеніміз не? Соған тоқтай кетейік. Бұл кәдімгі бір клеткалы балдыр болып табылады. Ол теңізде және мынау тұщы суларда өсетін балдырдың бір түрі. Бірақ бұл балдырдың 100 граммда өте көп мөлшерде 58%-ке дейін бізде белок болады. Бұл жағынан бұл спирулинаға ұқсайды. Ол да бір балдырдың түрі, бірақ кішкене айырмашылығы бар. Оны кейінірек айта кетемін. Бұның құрамында сонымен қатар 500-ге жуық минерал заттар, витаминдер, осы витаминдер мен минералдар бар. Сонымен қатар амин қышқылдары, сонымен қатар антиоксиданттар бар. Осылардың бәрі адамның организміне өте жақсы оң әсер етті деп есептелінеді. Бірінші кезекте бұл адамның облучение, мынау сәуле, радиациялық сәуле алған кезде, соны адамның организмі клеткалар зақымдалғанда, соны тазалау үшін, соны емдеу үшін хлорелла қолданады. Ол бір жағдай. Екіншіден, ауыр металл тұздары, сынап бозын қорғанысының тұздары организмге сыртқы ортаның ластануына байланысты организмге түсетін болса, хлорелла соны емдеуге көмектеседі деп айтады. Сонымен бұл онкологиялық ауруларды емдеуге және оның профилактикасын жасауға қолданады деп айтады. Өйткені Японияда жүргізілген зерттеулерге қарағанда, мына ракпен ауыратын адамдардың ракта сынаптың ртуттың болғанын байқайды да. Вот именно сол рак кезінде сынаптың организмде табылады. Организмде болған анықтаған. Сондықтан хлорелла осы ауыр металл тұздарын кетіру арқылы рактың профилактикасын жасайды деп есептейді. Сонымен қатар бұл менопауза кезінде, әйел организмде менопауза кезінде көмектеседі. Не үшін қолданады? Өйткені бұның құрамында өте көп мөлшерде минерал заттар бар. Соған әйел организмде климакс кезінде климакс өзі үшке бөлінеді. Климакс алдында, одан кейін климакс кезінде және климакстан кейінгі кезеңдерде үш жағдайда бұл зат алмасудың бұзылуы байқалады. Өйткені гормондар организмде эстрогендердің бөлінуі тоқтайды, сондықтан зат алмасу процесі өте қатты нашарлайды, адамның организмі қартая бастайды. Сондықтан көптеген зат алмасудың бұзылуына байланысты көптеген қажетті заттар организмге түспей қалады. Хлорелланың құрамында мен айтқандай өте көп мөлшерде витаминдер, 500-ге жуық витаминдер, минерал заттардың болуы, амин қышқылдарының болуы, сол заттардың организмге өте қажет екенін білдіреді. Сол хлорелланы қабылдаған кезде организмге ол заттардың бәрі қажет болады. Сол өте құнды бір минерал заттардың, витаминдердің көзі болып табылады хлорелла. Сондықтан менопауза кезінде қабылдаған кезде біріншіден климакс бай өтуі мүмкін, жақсы өтуі мүмкін. Екінші жағдай зат алмасудың бұзылуы, соның ішінде сүйек сынғыштық, шаштың, тырнақтың, тері, жыныс мүшелердің құрғап кетуі деген сияқты өзгерістердің баяу болуы немесе мүлде болмауы мүмкін. Осы жағдай байланысты климакс кезде хлорелла біз қолданамыз. Екінші бір жағдай бұл бауыр ауруларында қолданады. Бауыр білесіздер, бұл фильтр қызметін атқарады, өте организмде бұл маңызды рөл атқарады. Бұл химиялық лаборатория десе болады, организмдегі кішкене завод сияқты. Бірақ өкінішке орай біз ауруларға, инфекциялық вирустық ауруларға байланысты біздің дұрыс тамақ ішпеуіміз, біздің зиянды әдеттеріміз, темекі ішу, арақ ішу сияқты жағдайларға байланысты бауырдың жұмысын нашарлайды. Осы бауыр ауруларының алдын алу үшін және бауыр аурулардың тез жеңіл жазылып кетуіне немесе аурудың жеңіл өтуіне хлорелла көмектеседі деп есептейді. Өйткені бұның құрамындағы амин қышқылдары бар, витаминдер бар, минералдар бар, солардың бәрі оң әсер етеді деп есептелінеді. Сонымен бірге салмақ тастауға көмектеседі деп айтады, бірақ бұл жерде кішкене сұрақ бар. Бұл таза диета хлорелла қолдану арқылы зат алмасу процесін күшейтуге болады, бірақ салмақ тастауға болады деген кішкене дұрыс информация емес деп ойлаймын.
айтуым олай. Өйткені бұл диетамен бірге қатар жүру керек қанша дегенмен, және жаңағы салмақ тастау үшін диетамен бірге адам гимнастика да жасау керек. Сондықтан осылардың бәрін қосқан кезде адам да салмақ тастауы мүмкін. Сонымен қатар адамның денесінен шығатын жағымсыз иістер, бұл ауыз қуысынан болмаса адамның денесінен шығатын жағымсыз иістер, бұл көбінесе асқазан ішек жолының ауруына байланысты болуы мүмкін. Денеден шығатын иістер бұл жалпы зат алмасудың бұзылуынан болуы мүмкін. Сондықтан осы жағдайда хлореллан осы өнімді қолдануға болады. Сонымен қатар ауыз қуысында болатын стоматологияда қолдануға болады. Бұл жаңағы стоматит болуы мүмкін, еттің қабынуы, пародонтоз деген ауру бар. Сол жағдайда стоматит бар. Осы жағдайда біз хлорелланы қолданамыз. Сонымен бірге хронический усталость. Қазір көп жағдайда көп стресске байланысты адамдардың дұрыс бір-бірімен қалай айтсам сыртқы ортаның әртүрлі факторларына адамдар қалай айтсам барлық кезде дұрыс қабылдай алмайды, дұрыс былай жауап бере алмайды. Дәлірек айтқанда, бұл енді семьялық жағдайға байланысты, бұл жалпы адамның психологиялық жағдайына байланысты, жұмысқа байланысты, кредитке байланысты деген сияқты. Осы жағдайларға байланысты көп адамдар қазір стрессте жүр, көп адамдар депрессияда жүр. Осылардың бәрі адамның хронический усталость дейді, шаршау, үнемі шаршап жүру, адам ұйықтап тұрса да қатты шаршап тұру сезім болу. Осы жағдайда осы хлорелланы қолдануға болады деп есептелінеді. Екінші жағдай, тағы да бір жағдай, бұл адамның денесінде болатын паразиттер. Бұл үлкен адамдарда да, кішкентай балаларда да кездеседі. Осы паразиттерді олардың өсуіне, олардың көбеюіне кедергі жасайды. Сонымен қатар жалпы организмнің қатты шаршаған кезде бір жағдай, екіншіден бір инфекциялық аурулардан, болмаса операциядан кейінгі бір ауру больницадан жатып шыққаннан кейін организмді тез қалпына келтіру үшін қолдануға болады. Сонымен қатар хлорелланың құрамы гемоглобиннің құрылысына өте ұқсайды деп айтады. Сондықтан анемия кезінде де қолданса болады. Білесіздер, анемия кезінде қан аз болады. Қан аздық деген ол жақсы онша ауру емес, ол шаштың, тырнақтың, терінің түсуі, бүйректің ауруы, тістің құртауы сияқты жағдайлармен қатар жүретін аурудың бір түрі. Ол организмде жеткілікті мөлшерде қан жаңағы керекті заттарды тасып үлгере алмайды. Сондықтан хлорелланы қолданған кезде бұл гемоглобиннің кішкене көбеюіне мүмкіндік береді. Сонымен қанның пайдалы заттармен қанығуына насыщаться етеді организм. Сондықтан бұл қан аз болса да организм көп мөлшерде жаңа пайдалы заттарды алады деп есептелінеді. Күніне қалай қабылдаймыз? Бұны 2-ге бөліп немесе 3-ге бөліп қабылдауға болады. 10 таблетке, 15 таблеткені күніне 2 рет, 3 рет, 30 таблеткеге дейін қабылдайсыздар. 3-4 ай қабылдауға болады. Қандай қарсы көрсеткіштері бар? Қарсы көрсеткіштері бұл жүктілік кезінде, одан кейін қатты бауырдың және бүйрек аурулары кезінде, обострение кезінде, именно қатты ауырып жатқан кезде қолдануға болмайды. Егер аллергиялық реакция болатын болса, одан кейін емізулі аналарға болмайды деп жазылған инструкциясы бойынша. Өйткені көп сұрайды, мына жүкті әйелдерге бола ма, емізулі адамдарға бола ма деп, инструкциясы бойынша болмайды деп жазған. Сразу айта кетейін, кейін бұндай сұрақтар болмасын. Жалпы БАДы барлық кезде жүкті әйелдер мен екіқабат әйелдерге қолдануға болмайды деп айтады. Қайталап айтамын, не үшін? Өйткені бұл БАД болғаннан кейін, биологиялық жаңағы белсенді зат болғаннан кейін, бұл жүкті әйелдер мен мынау емізулі әйелдерде зерттеулер жүргізілмейді. Өйткені жүргізуге болмайды. Ол сондай заң, бүкіл дүниежүзі бойынша сондай заң қабылданған. Сондықтан жүкті әйелдер мен жаңағы емізу әйелдерге биологиялық БАДтар, биологиялық белсенді заттар қолданылмайды деп айтылады. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Мен Marina Health және NL компаниясының өнімдерін осы YouTube каналыма қоямын. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Егер де сіздер осы хлорелла немесе спируленді қолданған болсаңыздар, жазыңыздар. Қандай результат көрдіңіздер немесе көрмедіңіздер. Сатып алу жайлы мәселесінде бұл сетевой маркетинг. Сондықтан бұл жерде осымен айналысатын адамдар бар. Егер де таппай жатсаңыздар, звондасаңыздар болады. Менің WhatsApp номерім бар. Соған хабарласыңыздар. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.